Сәлем достар, бүгінгі тақырып ақжелкеннің әйел сұлулығына және әйел денсаулығына беретін пайдасы жайлы айтатын боламыз. Жалпы ақжелкеннің құрамында В, А, К және Е витаминдеріне бай бета-каротин бар. Жапырақтар мен тамырларында темір, натрий, кальций, фосфор, магний және мырыш көп. Бұл жасылдар біздің денемізді нығайтады және зиянды бактериялармен күресуге көмектеседі. Әйел денсаулығы үшін ақжелкенді күнделікті тамақтану арқылы сіз тұрақсыз етекір циклімен және етекір кезіндегі жағымсыз белгілермен проблемалардан арыла аласыз. Ақжелкен әйел сұлулығына берер пайдасы мол. Шөптер қосылған маскалар мен кремдер бетті тиімді тазартады және ағартады. Құрамында коллагенді белсендіруге қажетті дәрумен болғандықтан қартаюды баяулатады. Егер сізді қарадақтар мен сепкілдер мазаласа, онда ақжелкен лосьоны таптырмас құрал. Ол сондай-ақ сау беттің сақталуына ықпал етеді, қызаруды, ісінуді, тітіркенуді және теріні сергітеді, әжімдердің пайда болуынан қорғайды. Лосьонды жасау үшін бізге 2 ас қасық жаңа піскен ақжелкен жапырағы, 1 шай қасық лимон шырыны, 150 грамм су қажет болады. 2 ас қасық ақжелкенді суға араластырып 10-15 минутта баяу отта қайнатамыз. Дайын болған тұнбаны салқындатып, 1 шай қасық лимон шырынын қосып, лосьонды бір ыдысқа қойып, 1 аптаға қолдануға болады. Босанғаннан қалған беттегі дақты кетіру үшін жарты бума ақжелкенді 150 граммда қайнатып, суыған соң оны ыдыстарға бөліп, мұздатқышқа салып қоямыз. Күнделікті осы дайын болған мұзбен бетімізді сүртсек болады. Ақпарат ұнаған болса, каналға жазылуды ұмытпаңыз.